ағзамызда құрғақшылықты болдырмайтын 4 өнім. Ораза кезінде 18 сағат бойы нәр таппай су ішпегеннен кейін біздің теріміз, бүкіл ағзамыз су тапшылығын сезінеді. Сол кезінде вейкан. Вейканның құрамында бета-каротин, витамин Е, майлар бұл бүкіл біздің ағзамызды және терімізді, суставтарымызды нәрлендіріп, ылғамдандырып тұрады. Вейкан. Екінші цинк, бұл катализатор, пробиотик, ішек қарының, асқазанның жұмысын реттейтін өнім және шай, құрғақшылықты болдырмайтын өнім. Пробиотикті күнделікті аш қарынға сәресіне 2 пакетикті 300 грамм қайнаған жылы суға демдеп ішіп аласыздар. Вейкан азанда 2, кешке 2. Күні бойы сіз құрғақшылықтан өзіңізді және әрбір ағзаңызды, бүйрек, бауыр, жүрек барлығын қорғайтын боласыз. Цинк бұл 3 капсуладан күніне 2 рет және антилипидный шай. Күнделікті сәресіне 2 пакетик, кешкі ауызашарға 2 пакетик ішетін болсаңыздар, онда сіздің ағзаңыз әрбір суды пайдалы етіп сіздің ағзаңызға қолданатын болады. Су тапшылығы болмайды. Яғни сіздің ағзаңыз мүдірмей